Видеоны бастамас бұрын лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге ғажайып әлем арнасы. Бүгін біздер камераға түсіп қалған қорқынышты және түсініксіз жағдайларды көрсететін боламыз. Дайын болсаңыз кеттік. Видеоны камераға түсіп қалған осы жағдаймен бастаймыз. Әкесі мен баласы бассейнде шомылып жүрген болатын. Кенеттен ұлының аяғынан бір нәрсе тартып, суға қарай батырмақшы болғанын байқаймыз. Бұл не нәрсе екен? Камераға дұрыстап қарасаңыз, белгісіз қол ұлдың аяғынан тартқандай болады. Міне, мына жерден байқасаңыз болады. Бұл жерде ешқандай адам жоқ болатын. Алайда, ол белгісіз қол қайдан шықты деп ойлайсыз? Комментке жаза кетіңіз. Камера бұны толықтай түсіре алмады. Алайда түсіргені осы. Міне қараңыз. Бұл қалай болды деп ойлайсыз? Ал екінші жағдайға келетін болсақ, бұны ешкім түсіндіре алмады. Қазір сіз бұл камерадан ештеңе байқап тұрған жоқ боларсыз. Қазір сіз студия Хуарестегі бейсбол ойынын көріп отырсыз. Ойын алаңда бәрі ойнап жүр. Және де анау жақта осы белгінің ішінде бір зат ойыншыларға қарап тұр. Оны ойыншылардың ешқайсысы байқамаған. Оны ешқайсысы көрмеген де. Және камерашы оны көріп байқап түсіріп алған. Бұл не нәрсе? Аппақ және бұл жерде найзағай ойнағандай болып тұр. Бұны сіз не нәрсе деп ойлайсыз? Бұл түсініксіз жануар, жын, шайтан ба әлде басқа дүние ме? Оны ешкім де түсіндіре алмады. Бұл үшінші жағдай. Бұл жерде тек екі мәшін ғана тұр. Бұл жерден сіз ештеңе байқап тұрған жоқ шығарсыз. Және қара мәшіннің өткенін байқаймыз. Бұл түсініксіз жағдай енді басталды. Камерада көріп тұрғандай белгісіз бір дене өздігінен жүріп келіп, бірденен ғайып болып кетеді. Сіз камера нашар деп ойлайтын шығарсыз. Және бұл жерде есігі ашық тұр деп ойлайтын шығарсыз. Бұл жерде ешқандай есік ашық емес. Бұл жерде іштен бір кісі есікті ашады, және ол сыртқа қарай шығады. Және үшінші жағдайға келетін болсақ, бұл адам телефонмен өз камерасымен түсіріп отқан болатын. Сіз оның тек көліктің ішін түсіріп жатқанын көріп тұрсыз. Және де ол оң жағын камераға түсіре бастады. Бұны сіз адам деп ойлайтын шығарсыз. Ал енді көретін болсақ, оның басы жоқ екендігі бәрімізге көрініп тұр. Және де ол жүріп бір жаққа бара жатқаны белгілі болып тұр. Міне, мына жерге келгенде оның басы жоқ екені нақты көрініп қалады. Сіз бұл видеоны бұрын соңды көрдіңіз бе? Комментке жаза кетіңіз. Бұл біздің 5-ші жағдай. Таудың бөктерінде мотоцикл жарысы өтіп жатқанын көріп тұрмыз. Және мотоциклшы бұл таудың үстіне қарай өрмелеп мотоциклмен жету қажет.
және де бұл тауға қарай мініп бара жатқанда оның артынан бір қап-қара нәрсе өтіп кеткендей болады. Қараңыз, көріп тұрсыз ба? Ол кішкентай зат және ол өте жылдамдықпен өтіп кетеді. Камерашы бұны құс немесе орманнан шыққан жануар шығар деп түсіндірді. Бұл не нәрсе деп ойлайсыз? Достар, осымен видео аяқталды. Видео қызық болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Сау болыңыздар.